Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жемісті салат жасау рецептімен бөлісемін. Дәмді әрі пайдалы рецепттің бірі. Ол үшін бізге 200 грамм алма, 50 грамм жүгері үлпегі, 100 грамм грек жаңғағы, 100 грамм мейіз, 1 піскен қызылша және 290 мл йогурт қажет. Алманы кішкене текшелерге бөліп тураймыз. Қызылшаны да кішкене текшелерге бөліп турап дайындаймыз. Барлық құрамды біріктіріп, үстінен йогурт қосып, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.